мен Жалғас Майя Мавлен-қызы, номері 3-ші Абай Құнанбаев атындағы орта мектебінің 3-ші А сынып оқушысымын. Қазіргі таңда карантинге байланысты үйде бос жатпай табиғатты аялауды жөн көрдім. Табиғат біздің екінші анамыз. Мен оқушыларыма осы демалысты қалай өткіздіңдер деп сұрақ қойған болатынмын. Олар маған осы видеоны жолдады. Мен бұл видеоны қарап отырып ерекше сезімде болдым. Оқушыларым өте еңбекқор әрі отбасына көмегін тигізуде. Өздерің көріп отырғандай, оқушыларым отбасына көмектесіп, жақсы қырынан көрсетуде. Бұл әрине қуантарлық жағдай, және сонымен қатар оқушылар өз уақыттарын тиімді пайдаланып, сабақтарын да қатар алып, мені қуантып отыр. Осы оқушыларым тек қана үлкен белестерден көрінсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Біз үшін аянбай тер төккен маман иелеріне бас иіп алғысымызды айтамыз. Біз үйдеміз. Мен вирустан қалай қорғануды білдім. Біз далаға шығар алдында маска киюіміз керек. Қолымызды жиі жылы сумен сабындап жууымыз керек. Біз үйде онлайн сабақ оқимыз. Мен үйде уақытымды тиімді өткізіп жатырмын. Мен қашықтықтан оқуға дайынмын. Біз үйдеміз, біз біргеміз, бірге болып бәрін жеңеміз.